Ассаламу алейкум, бүгін сіздермен керемет шайға арналған вопипай печеньесін жасайтын боламыз. Видеоның описаниясында толық рецепт жазылған. Ең алдымен біз жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Оған ерітілген шоколад пен ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Шоколадты микроволновкада үнемі қозғап тұрып ерітіп алуға болады. Пістемай қоспаймыз, обычный сары майды ерітіп саламыз. Одан кейін біз құрғақ массаларымызды қосамыз. Какао, ұн, разрыхитель және де барлығын жақсылап миксермен араластырып, бір келкі масса шығарамыз. Неке біздің бір келкі массамыз дайын, осылай болып шығады. Оны біз кондитерлік мешокқа саламыз. Кондитерлік мешоктың басын мен кіші ғана қиып алғанмын, вопипай печеньесін шығару үшін. Неке дайын болған массамызды осылай перманентный қағаз төсеп, осылай басып шығамыз. Арасын қатты жақын етпейміз. Осындай биіктікте. «180 градуста қызып тұрған пеште бір 15 минут пісіріп аламыз. Неке біздің вопипай печеньелеріміз дайын, пісіп шықты. Енді кремін жасаймыз. Творожный сырға сливки қосып және сахарный пудра қосып, жақсылап миксерлейміз. Обычный творожный крем жасаймыз. Сливки міндетті түрде салқын болу қажет. Бөлме температурасындағы сливки ол іріп кетеді. Және де осы творожный кремімізді көп взбивать етіп қойған кезде тоже май мен су бөлініп кетеді. Неге зор қалдырғанша ғана миксерлейміз. Неке біздің творожный креміміз дайын. Оны да кондитерлік мешокқа саламыз. Осылай кремімізді вопипайдың шетіне шығармай жағып шығамыз. Крышкасын жабамыз. Неке біздің вопипай печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ас болсын.